Ассалаумағалейкум достар. Бүгін 9-шы сабақ. Бүгін өте маңызды сабақ, негізі энергия деп аталады. Көп маған келетін сұрақтардың бәрі, мәке осы энергияны қайдан аласыз деп сұрап жатады. Энергия деген жалпы бұл сабақта біз энергияның не екенін, оның қайдан алуға болатынын және оның физикалық, эмоциялық және рухани күшімізге қалай әсер ететінін түсінетін боламыз. Өте маңызды сабақтардың бірі. Мұқият дәптерлеріңізді алып, ручкаларыңызды алып, дайындалып тұрыңыздар. Энергияны ұрлайтын ең негізгі факторлар туралы сөйлесек, ең басында энергияны ұрлайтын негізгі факторлардың бірі ол стресс. Және де нашар тамақтану, жеткіліксіз ұйқы, физикалық белсенділіктің төмен деңгейі, және де бір эмоционалдық шиеленістер, және де бір уақытты басқарудағы бір қиындықтар. Уақытты дұрыс басқармағаныңыздың өзі сіздің энергияңызды түсіріп жібереді екен. Осы факторлардың әрқайсысы сіздің энергияңыздың деңгейіне теріс әсер етеді. Оны бір күнделікті өмірде сапалы өмір сүру үшін сіз осының бәрін қалай көтеру керек, соны білу керексіз. Енді анықтамаларын айтып көрейікші. Стресс дегеніміз ұзақ мерзімді энергияңызды ұрлайтын дүние негізі. Бұл бізді шаршауға алып келеді. Және де біздің стресске қарсы жәнегі күресу үшін біздің ағзамыз, энергиямыз өте көп энергиясын жұмсап қояды екен. Сіз мына жерде стрессті ойлай беретін болсаңыз, біздің денсаулығымызға зиянды тағамдар, бір азық-түлікті бір дұрыс тамақ ішпеуіміз, ағзамызға бір инструмент ретінде қарауымыз, ағза деген бір органический нәрсе ғой. Оның бір өзінің бір жеткілікті деңгейде су берілу керек. Өзінің жеткілікті деңгейде оның ағза қорытылу керек ары қарай. Тамақта бір определенный уровеньде берілу керек. Осының бәрін жәнегідей біздің дұрыс қарамауымыздың өзі сол жәнегі біздің энергиямыздың төмендеуіне алып келеді. Сіздің ұйқымыздың өзі жәнегі, ұйқымыздың жетіспеушілігі жәнегі бізді шаршауға алып келеді. Күндізгі уақытта біздің энергиямыз неге үнемі төмен болып жүреді? Осы нәрсеге алып келеді. Егер де біз уақытында 10-да 11-лерде жатпайтын болсақ, онда түнгі сағат адамның мынандай ұйқының бір несі бар? Қысқаша ұйқы деген, және де толықтай ұйқы. Қысқаша ұйқымыз біздің сағат 12-нің кезінде болады. 11 менен түнгі сағат 1-дің кезінде адамның миы шынымен де бір тынық қалады. Сол кезде адамның миы бір определенный гормондарды береді екен бөліп. Ол гормондар адамның мына ағзасын емдеу үшін арналған гормондар екен. Ал біз соны қателесіп қаламыз. Түнгі сағат 1-де оянамыз, 12-де. Шабытымыз ашылып кетеді ғой. Ол негізі дәл сол гормон, ол сіздің ағзаңызды емдеуге берілген гормон еді ғой. Ал біз оны тиктокты көруге, басқа нәрсені көруге, шабытымыздың бәрін. Ертеңінде сіз не істедіңіз? Ағзаңыз емделмеген. Ертеңінде біз шаршаулы түрде жәнегі жұмысқа шығып кетеміз. Осы бір ұйқының өзін дұрыс контрольға қою өте маңызды екен. Және де бір айтылатын дүние эмоциялық шиеленістер. Эмоциялық шиеленістер дегеніміз эмоционально бір кісімен бір ұрысып қалуымыз мүмкін. Бір кісіге ренжіп жүруіміз мүмкін, бір кісіге дәлелдеп жүруіміз мүмкін деген сияқты дүниелер бар ғой. Бәрі психологияның төңірегінде. Сіз бір адаммен қарым-қатынасыңыздағы мәселелер отбасыңызбен, балаңызбен, ата-анаңызбен, командаңызбен, қоғаммен жалпы бұл мәселелердің бәрі сіздің энергияңызды қатты ұрлайды. Энергияңызды өте қатты ұрлаған соншалықты сіздің өзіңіздің основной өзіңіздің мақсатыңызға баратын энергияңыз жоқ болып қалады. Уақытыңызды басқарудағы қиындықтар, уақытты тиімді басқара алмау, бұл да бізді стресстерді тудырады және де энергияны қатты ұрлайды. Энергияның жалпы төмен деңгейінен арылу үшін осы факторларды анықтап, біз бәрін жазып, тексеріп, не нәрсе біздің энергиямызды ұрлап жатыр, осыны анықтап алуымыз керек біз. Енді энергияның қайнар көздері қалай? Жазып көрейік қазір.
Ең біріншісі дұрыс тамақтану. Және айттық қой. Дұрыс тамақтану дегеніміз денемізге күнделікті қажет энергияны беретін негізгі көз ол. Мысалы, жеміс жидектер, көкөністер, жәнегі витаминдер, минералдарды қамтамасыз ету керексіз ағзаңызға. Сол кезде ағзаңыз дұрыс тамақтанған кезде ғана дұрыс қорытып, дұрыс жұмыс жасай бастайды. Одан кейін дұрыс дене жаттығулары. Мен сізге бір спортсмен бол, фитнеске қатыс деп айтып жатқан жоқпын. Сіз ең құрғанда жүру керексіз, ең құрғанда қозғалу керексіз. Ең құрғанда өзіңіздің бір денеңіздегі бір белсенділікті, энергияңыздың жәнегі стресске қарсы бір өзіңізге ыңғайлы бір спорттың түрін таңдауыңыз керексіз. Ол жүгіру болуы мүмкін, ол йога болуы мүмкін. Жәнеге бір жаттығудың күштерін өзіңіз байқайсыз. Сондай бір ортаны тапқан кезде, сол жерде жүрген кезде сіздің белсенділігіңіз, сіздің бір энергияңыздың бір қосылғанын өзіңіз байқайсыз. Үшіншісі позитивті ойлау. Позитивті ойлау, ол оң ойлау деген сөз. Дұрыс жағынан ойлау. Теріс нәрсені ойлай бермей, жақсы нәрсені ойлау дегенді білдіреді. Жақсы нәрсені ойлау дегеніміз, ол біздің рухани күшімізге оң әсер ететін болады. Сіз өзегіңіз сынбайтын болады. Сіз соңына дейін жүріп шығатын боласыз. Жарты жолдан тастап кетпейтін боласыз. Аяғына дейін алып шығатын боласыз. Дәл сол проектіні. Минус болса да, дұрыс болса да, жақсы болса да, жаман болса да, ол сіздің мақсатыңыз ғой. Сіз өзіңіздің мақсатыңызға баратын жолға сізді алып шығатын, ол тек қана сіздің позитивті ойлауыңыз екен. Позитивті көзқарасымызды дамытып, оны міндетті түрде өз-өзіміздің бойымыздан дұрыс сұрақтар қою арқылы, жаман ойларды жақсы ойлармен ауыстыру арқылы сіз өзіңізге позитивті ойлаудың әдетін қалыптастыру керексіз. Және сіздерге үй тапсырмасы ең бірінші бір күндік тамағыңыздың жоспарын жасаңыз. Ол на самом деле қиын емес. Өзіңізбен, жолдасыңызбен үйге отырып, өзіңіздің бір денсаулығыңызға пайдалы тамақтың бір түрін бір ойластырып қарауыңыз керексіз. Ең маңызды, және де аптасына кем дегенде бір рет бір физикалық бір белсенділік. Соны да ойластыру керексіз, жоспарыңызға қосу керексіз. Және де оң ойлау деген не екенін, және де теріс ойларды оң ойлармен тұруды ұсынған бір мағынасын, сабақты қайтадан қарап шығарып, мағынасын түсініп, теріс ойлауды алып тастап, және жаңа ойлауды енгізу керексіз. Алла тағала берекетін берсін.